Сенсіздер ме, қымбатты қазақ елі, мен бүгін балықты әдеттегідей емес, басқаша қуырамын. Соны бір көріп едім, солай пісіргім келіп тұр. Сондықтан мынау кляр дейді ғой, мен қазақшасын айтар едім, жаңағы ұн сұйықтығы деп. Оған міне кәдімгі газды сарыағаш суын. Осыған міне әсемай сарыағаш суы. Осыған енді 3 немесе 4 қасық ұн саламыз. Енді көрген нәрсені істегің келеді ғой, жасап жегің келеді, жасағың келеді. Жақсы пікірлер айтады деген ойдамын. Міне 2 қасық салдым. Өзіме солай 1-2 рет көрдім, өзіме ұнағасын, соны істеп атармын. Бұны енді көбінесе мына шет елдерден келетін тамақтар ғой солай. Менің жасым 65-ке толды, 66-ға кетіп бара жатырмын, 66-ға келемін. Осы жасыма қарамай, мен де көрген нәрсені, немесе өзім білген нәрсемді көрсетіп айтқым келеді, істеп көргенді жақсы көремін. Қымбатты көрермендер, бұл енді кішкене өте қою емес, өте сұйық емес. Міне аздаған паприка саламын. Енді мынау балыққа арналған. Осыдан да кішкене салып көрейін деп тұрмын. Кішкене ашты тұшты болған дұрыс деп ойлаймын. Мен аздап қара бұрыш та қостым. Міне қымбатты менің көрермендерім, балығым дайын болды. Балаларыма ас болсын. Мен балықты 2,5 килодай балық алдым, сондықтан мен клярды көбірек жасап қойыптым. Көп қой деп. Бәрі описанияда жазылады. Қымбатты менің көрермендерім, демеушілерім, сіздерге Алланың нұры жаусын. Сіздер де істеп көріңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.